Түлкі мен қораз, парсы ертегісі. Ертеде бір қартайған қораз өмір сүріпті. Ол түлкінің табанына талай рет түсіпті. Бірақ үнемі айласын тауып, түлкіден аман құтылып кете беріпті. Сөйтіп ол бірде ауыл сыртында дән теріп, жер шоқып жүрген кезінде түлкінің өзіне қарай жасырына жақындап келе жатқанын көріп қалады. Қашып кетуге ауыл алыс болады. Қора жалма-жан ұшып қасында тұрған ескілікті шекіршін ағашына барып қонады. Түлкі ағаштың түбіне жетіп келіп, пәлі қораз, сен мені көре сала ағаш басына қонғаның не? Дейді. Ал қораз оған, немене, мен сені жүгіріп барып құшақтай алады деп пе едің? Деп жауап қайтарыпты. Сонда түлкі, мә, сен шынымен естімеген боларсың. Падишах барлық көшелер мен базарларға жоршыларын жіберіп, оларға менің бүкіл мемлекетімдегі бірде-бір тірі пенде, бірде-бір ан әлсізді жәбірлемейтін болады. Келешекте бөрілер мен қойлар бір бұлақтан су ішеді. Қырандар мен кептелер бір ұяда өмір сүретін болады, деп жар салуға әмір етіпті. Сен де енді жерге түс, бері кел, екеуміз бірге қыдырайық, дейді. Екеу ара емес, топ болып қыдырған жақсы. Сәл шыдай тұр. Анау келе жатқан жыртқыштар да жетсін, қиындай жүйткіп. Сосын бәріміз бірге қыдырамыз, деп жауап берді қораз. Сол сәтте түлкі тұрып, ол неткен жыртқыштар, қандай жыртқыштар? Деп сұрапты. Бөрілерге ұқсайды. Құлақтары да, құйрықтары да ұзындау көрінеді. Мүмкін олар бөрі басар иттер шығар. Сірә солай болар. Түлкі иттер шығар деп ойлайды да, алдын артына қарамастан зыта жөнеледі. Ал қораз, сен қайда қашасың? Деп соңына айқайлай қуады. Менің иттермен істес болғым келмейді. Сен падишах барлық жыртқыштарға әлсіздерді жәбірлемеңдер деп әмір етті дегенің қайда? Өйткені ол кезде иттер далада кезіп кеткен еді. Шақтың нұсқауын естімеген болар. Олар менің етімді талап жейді. Түлкі осылай ғайып болады. Екі қой бірігіп жолдас болысыпты. Даладан бір қасқырдың басын тауып алысыпты. Сонан соң үйлеріне қайтысып келе жатып, жолда бір үйге кез келіп қалысыпты. Ішіне кіріп келсе, үйдің іші толған қасқыр екен. Сол қасқырлар өздері аш болған соң, келген қойға мейлінше қуанып, қай жерге отырғызарын біліспейді. Бұларды көріп, қойлар істің жаман болғанын байқасып, әлгі қойдың біреуі тұрып, біреуіне айтады. Менің қарным ашты. Кешегі сойған қасқырдың басын алып келші, дейді. Сонда біреуі басты алып келіп тұрып айтады. Сен бұл басты жеп қоясың, мен не жеймін? Дегенде айтады. Аз басаған мұндағы толып тұрған қасқырлар, таңдап семіздігін соямызды, екеуміз жерміз. Маған жалғыз бұл бастың өзі де аз болады, дейді. Қасқырлар сонда мұны ести сала, мейлінше қорқысып кетіп, сасқандарынан үйден бірінің артынан бірі шығып қашып кетіп қалған соң, айтылмыш үйге екі қой ие болып қалған екен дейді. Бұрынғы уақытта 6 түлкі жолдас болыпты. Алтауының біреуінің құйрығы шолақ екен. Ана құйрығы ұзын 5 түлкі. Сенің құйрығын жоқ, деп келеке қылып күле беріпті. Сол уақытта шолақ түлкі, осыларды ма? Мен осы 5 түлкінің қандай қылып құйрықтарын шолақ қылып өзіме тең қылып қоямын, деп ойлап келіп, тапқан ақылы. Сонда 5 түлкіге айтты. Біз біраз жақсы ойын қылайық, деп түлкілерді алып келіп, қарағайға құйрықтарын байлап қойып, өзі бір биік таудың басына шығып, түлкілерге айтты. Мына жақта бүртікшілер келе жатыр, деп өзі қашты. Сонда 5 түлкі қашамыз деп, құйрықтарын үзіп, әмесі шолақ болып қалады. Шолақ болғаннан кейін бұрынғы, міне, шолақ түлкі өздерін шолақ қылып, серік қылды. 5-еуі бірдей шолақ болғаннан кейін, ешкім мазақ қылып күлмейтін болды.